Сәлем достар, сіздермен Мессис Мадина, ағылшын тілін нөлден бастап үйрену сабақтары желісінің бүгін 7-ші сабағы. Ең алдымен үй жұмысын тексерейік. Үйге берілген сөздердің барлығының транскрипциясы дәл осылай жазылады. Қане, бір оқып шығайық. Мен оқимын, менен кейін қайталаңыз. Remark, smoke, depend, behind, despair, match, pair, duty, shine. Бүгін бізде сабақ өте қызықты өтеді, себебі осы 4 әріптің оқылу ретімен танысатын боламыз. Ең бірінші әріп Дж. Менен кейін қайталаңыз. Дж. Д және Ж әріптерінің қосылуы арқылы Дж. Келесі екінші әріп В. В. Аузыңызда трубочка сияқты, қазақ тіліндегі У әріпін айтқан сияқты В. Кс. Кс. Келесі әріп З. З. Қане тағы бір рет оқып шығайық. Дж. В. Кс. З. Ал енді мына сөздерді оқып шығайық. Мен оқимын, менен кейін сіз қайталаңыз. Jam, size, jazz, X, zebra, jar, wake, wear. Бұл 4 әріптің оқылуын міндетті түрде осы таблицаға қосып қоямыз. 4 әріп қызыл түспен белгіленген. Ал енді бүгін біз сіздермен И әріпінің оқылу ретін толығырақ меңгеретін боламыз. Өткен сабақта сіздермен бірінші және екінші бағандағы И әріпінің оқылуымен толық таныстық. Енді үшінші бағанға назар аударыңыз. Ә. Мысалы, Х, verb, serve. Және төртінші бағанның оқылу реті И және Ә әріптерінің қосылу арқылы. Иә. Мысалы, here, here, near, ear. Иә. Her pen, оның ручкасы. Serve, қызмет көрсету, орысша обслуживать. Мен оған қызмет көрсетемін. I serve her. I serve her. Here, here, осында, мұнда. Мен мұндамын деген сияқты сіздің қай жақта екендігіңізді білдіретін. Мысалы, менің орындығым осында тұр. Here, осында, мұнда. Ear, құлақ. To remember, есте сақтау. Never, never, ешқашан. Letter, letter, хат. Here, осында, мұнда. Near, жанында. Мысалы, кафенің жанында деген сияқты. Near. Ал енді сіздерге тапсырма. Төменде берілген 8 сөзді қажет бағанға қойып шығыңыздар. Бізде өзі 2 баған бар. Егер сөз ear деп оқылатын болса, бірінші бағанға қоясыз, ал Ә деп оқылатын болса, онда екінші бағанға қоясыз. Міндетті түрде видеоны паузаға қойып жасаңыздар, себебі мен дұрыс жауабын қазір шығарамын. Дұрыс жауабы дәл осындай. Тағы бір рет оқып шығайық. Near,
ear, hear, fear, her, remember, serve, never. Ағылшын тілінде T және H әріптері өте көп сөздерде кездеседі. Бұл бізге екі түрлі дыбыс береді. Біреуі қатаң, екіншісі ұяң. Қатаң дыбысты айтқан кезде тілімізді екі тісіміздің ортасына қойып th деген дауыс шығарамыз. Мысалы, thank, theft, path. Ал ұяң дауысты айтқан кезде міндетті түрде тамағыңызда вибрация болу керек. The. Дәл солай тіліңізді екі тісіңіздің ортасына қоясыз да the деген дауыс шығарасыз. Мысалы, the, that, then. Тағы да бір қайталап өтейік. Қатаң дауысты шығарған кезде тамағыңызда ешқандай вибрация болмайды. Th деген дауыс шығады. Ал ұяң қылып айтқан кезде the тамағыңызда вибрация болады. Қазір сіздерге тақырып кішкене қиындау болып көрінуі мүмкін, қатаң, ұяң деп миыңыз қатып кетуі мүмкін, бірақ практика барысында бірнеше тексттерді, сөйлемдерді оқып болғаннан кейін сіздерде бұл миыңызда на автомате, яғни автоматты түрде сақталып тұрады. Сол үшін еш уайымдамаңыздар, сабақтардың барлығын соңына дейін қарап, менімен бірге жаттығуларды жасап отырыңыздар. Ал енді бірге жаттығайық. Ең бірінші th, қатаң дауысты қалай шығарамыз? Th. Мысалы, theme, death, theft. Ал ұяң түрде the, their, that, the деген артикль болған үшін бұл сөз аударылмайды. Ал бүгін сіздермен не үйрендік? Ең алдымен 4 дауыссыз дыбыстардың оқылу ретімен таныстық. Сонымен қатар и дауысты дыбысының 2 оқылу түрін толық меңгердік. Олар ә және е. Сонымен қатар T және H әріптерінің th және the деп оқылуын толық меңгердік. Егер осы сабақты сіз толық түсінсеңіз, онда келесі сабаққа өтуіңізге болады. Ал егер толық емес, нақты әлі түсінбеген бір тақырыптарыңыз болса, видеоны міндетті түрде тағы да бір рет қарап шығыңыздар. Ал сіздерге берілетін тапсырма осы текстті жақсылап оқып шығыңыз. Әр сөзді дұрыс оқуға тырысыңыз. Сонымен қатар осы сөздердің дұрыс транскрипциясын қасына жазып шығыңыз. Үй тапсырмасы да меңгерілетін тақырыптарды бізде көбейе түсіп жатыр, байқасаңыздар. Себебі сіздер ағылшын тілінде біраз білімдеріңіз уже бар. Бұл бізде 7-ші сабақ болды. Егер түсінбеген тақырыптарыңыз болса, міндетті түрде сабақтарды рет-ретімен жақсылап көріп шығыңыздар. Осы курсқа байланысты дәптер арнап, бүкіл берілген мағлұматтардың барлығын жазып, қайталап, жаттығып жүріңіздер. Сол кезде сіздер кітап оқуға дейінгі деңгейге оңай жететін боласыздар. Ал сіздермен болған миссис Мадина. Видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, ағылшын тілін үйренгісі келіп жүрген достарыңызбен видеомен бөлісуді ұмытпаңыздар. Goodbye!